В рамках спецпроекта Not Just Babyface Мәскеуді мойындатқан кентаулық суретші Ресей астанасында жерлесіміз Болат Исабековтың Ассалаумағалейкум, Кентау қаласының тұрғындары, ағайын. Кентау қаласында мемлекеттік қызметкерлер жаяу көшеде жүрмек түгілі, тіпті саябақта да келіп ұл-қыздары бала шағасымен жанұясымен қыдырмайтын да сияқты. Кентау қаласында өздеріңізге белгілі 3 саябақ бар. Бірі барлығымызға белгілі ол ескі саябақ, Старый парк деп айтады. Екіншісі орталық саябақ, барлығына белгілі. Үшіншісі жастар саябағы, Кентаудан шыға беріс жерде орналасқан. Халық көп шоғырланатын, мейрамдар көп келетін саябақ, ол бізде орталық саябақ. Бұрындары ішінде қаншама аттракцион болған, қайықтар болған, көлік кішкентай машинкалар болған, колесо обозрения болған. Қазір соның барлығынан қарап тұрсаңыздар, дым жоқ. Әттең көзге жас келеді, біздің Кентауымыз құрдымға кетіп бара жатқан сияқты. Бала шағаңызбен келіп қыдыратын жер жоқ, серуендейтін жер жоқ, алданатын жер жоқ. Тіпті орталық саябағымыздың өзі кәдімгі бір кинотеатр жоқ. Потом бір неге земельный архитектураға барсан, өзінше бір министр, бір Тоқаевтан да өтіп кеткен біреулер сияқты. А на самом деле әкімге барса, ойбай, әбеке, көкежан, покожан, бәрі жақсы, бәрі керемет деп айтады. А мынандай қара халық алдына барсам, бір отырады, бір Асқар Баубегі бар, басқасы бар, Данияр бар. Бір өзінше правкомның директоры сияқты, бір бүкіл совет өкіметінің директоры сияқты. Бір дерек көздерге сенетін болса, саябақтың 70-80% жекеге өтіп кеткен, яғни сатылып кеткен дегенде сыбыстар бар, бірақ енді оны қаншалықты рас өтірігін біз оны білмейміз, құжаттарды кейін. Пока өзің бармасам білмейді екен, өзің барсам сол кезде ғана түсінесің. Өкінішке орай осы жеке кәсіпкерлеріміз келіп, балаларға кішкене ғана машинкалар, батуттар қойып, әлде де біздің саябағымыздың сәнін келтіріп тұр. Жеке кәсіпкерлерге рахмет. Бірақ үкіметтің тарапынан қойылатын ең болмаса бір ғана аттракцион қойылса, ең болмаса қаламызда бюджеттен ақша бөлініп жатқан дүниелер көп. Соның ішінде осы орталық саябағымызға қарай кішкене көңіл мүлдем бөлінбей тұр. Тіпті дайын тұрған сонданның өзінің тұрысы, қазіргі жағдайы осы өкінішке орай. Үкіметтен қойылған бірақ дүние парктың ішіндегі орналасқан мына арка. Бұл арканың өзі өте ауыр халде тұр. Ары қарай да зерттей береміз, көре береміз. Полиция пункті парктың екі бөлігінде орналасу керек. Біреу бас жағында, біреу аяқ жағында. Полиция пункті әзірге біреу ғана, оның өзі әлі жасалмай тұр. Әттең. Балалық шағымыз керемет өтетін еді. Мына жақта естеріңізде болар, қайықтар болады неше түрлі. Мына жақта карусель тұратын. Дымы жоқ қазір. Мына бетте колесо обозрения тұратын. Мына жақта зебралар, сондайлар тұратын. Ей, тоқта, номерін берші сен. Так, осы тиктокта номерін бар ма сен? Давай сені не қылайық. Земельныйдің бастығы болып қояйық сені. Жас адам керек земельныйға. Давай номерді іздейміз тоқтаңдар.